Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін карамель дайындауды көрсететін боламын. Ол үшін бізге қант, кілегей және термометр керек болады. Сонымен қатар силиконды жақсы сападағы лопатка керек болады, яғни еріп кетпеу керек. Енді қантты ерітіп, кілегейді ысытып бастаймыз. Қанттың астын максималды қызуға қоямыз. Кілегей қайнап кетпеу керек, және қатты суып қалмау да керек. Яғни екеуінің температурасы қатты ыстық болу керек. Осылай асты еріп бастағанда араластыруға болады. Күйдіріп алмау керек қантты. Біздің кілегейіміз 60 градусқа дейін ысыса жеткілікті. Енді екеуі де ыстық болу керек, бір-біріне құямыз. Яғни 1, 2, 3 бөлікке бөліп құю керек. Осылай араластырамыз, көпіреді. Көпірген кезде қатты бу болады. Қолымызды абайлаймыз, күйдіріп алмаймыз. Осылай қатты буланады өйткені. Осылай тез-тез араластырып. Егер сіздің сливкеңіз салқындау болып қалатын болса, онда комок-комок болып қантыңыз бұл жерде бұндай масса түзілмейді. Яғни екеуі де ыстық болу керек деп жатырғаным сол себепті. Осылай 2-3 бөлікке бөліп ыстық сливкиді құямыз, араластырамыз. Енді соңғы партияны құйдық. Жақсылап араластырамыз. Отта тұр, яғни қызуда тұр. Біздің карамеліміз дайын. Карамельді тез суыту үшін кондитерлік қалтаңға құйып, салқын суға салып қоюға болады. Және карамель дайын болғаннан кейін отта ұзақ қайнатуға болмайды. Біркелкі болғаннан кейін дереу оттан аламыз. Болмаса сізде көп қайната беретін болсаңыз, ирис болып қалатын болады массаңыз. Яғни ыстық кезінде сұйық болып тұра береді да, суыған кезде көп қайнатылған карамель қатты болып қатып қалады. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.